келдіңіздер ме? Ештен кеш жақсы дегендей, бүгін мектебімізде Наурыз тойын тойлап жатырмыз. Міне бүгін барлығымыз керемет мерекенің өтіп жатуына үлкен бір куәгерлер болып көріп жатырмыз. Қандай керемет осы мерекеміз ешқашан да тоқтатылмасын. Жылдан жылға бұдан да керемет болып өте берсін. Шын жүректен осы мектептің түлектеріне, оқушыларына, барлық мұғалімдеріне айтарым тек қана көп белестерден, көптеген биік шыңдардан көріне беріңіздер. Еңбектеріңіз жана берсін тек қана алға. Наурыз құтты болсын. What do you think about our country? Kazakhstan. This is my first time in Kazakhstan, and then we first arrived in Almaty and moved to Astana last night. And in both cities, I was deeply impressed by how kind Kazakh people are. And I was very lucky to arrive on time for this festivals like Nevruz. So this, I could feel how happy people are for the spring to arrive, because I understand that the winter in Kazakhstan is very long and cold. So I was very happy to share these emotions with the Kazakh people. Thank you. Thank you. Наурыз деген енді біздің халықтың енді негізгі мейрамы, мерекесі. Жалпы Наурыз мейрамының 2,5 мың жылдық тарихы бар. Бірнеше мың жыл бұрын қалыптасқан осындай мейрамымыз бұл енді осы түркі тілдес мемлекеттердің жаңа жылы. Осы жаңа жылда енді біздің енді түркі тілдес мемлекеттерінің тарихында олар енді қыстан кейін бір-бірімен кездесіп, қауышып, бір-бірінің жағдайын біліп, бәрі өстіп тойлап жаңа жылды қарсы алған. Сондықтан бұл енді мейрамның үлкен мазмұндық, үлкен рухани, үлкен бір енді адами мағынасы бар мейрам. Сондықтан енді осындай бүгінгі шараны Нұрорда мектебінің басшылары ұйымдастырып жатыр. Жалпы енді бүгінгі осы Наурызды тойлауға Кореядан біраз енді қонақтар келіпті. Оның ішінде Кореяның депутаттары бар екен. Оларға енді бұл Наурыз деген мейрам танысып қой, олар тойламайды ғой. Сондықтан біздің осы Наурыз туралы әңгімені айтып бердік, бұның тарихын айтып бердік. Осы Наурызда қандай тағамдарды береміз, соны айтып, сөйтіп бір жақсылап тұрып әңгімелестік. Және де Наурыз деген өзі мейрам, бұл халықтарды жақындастыратын мейрам. Сондықтан бұл мейрамды біз достықтың, қуаныштың, бақыттың мейрамы деп айтсақ толық негіз бар. Сондықтан енді осы Наурыз мейрамымен мен бүкіл Нұрорда мектебінің ұжымын, басшыларын, оқушыларын, ата-аналарын құттықтаймын. Баршаларыңызға үлкен мықты денсаулық, амандық, жұмыстарыңызға табыс тілеймін. Наурыз құтты болсын, ақмол болсын. Бүгін енді мынау өзіміздің ұлтымыздың бүкіл иісі түркі халықтарының ұлы мейрамы, Наурыз мерекесі бәрімізге құтты болсын, жақсылығы көп болсын, ақмол болсын. Мынау жас келатқан балаларымыздың ғұмыр жастары ұзақ болып, жақсы оқысын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Әрқашан жақсылықта, тойда кездесуге Алла Тағала нәсіп етсін. Наурызымыз құтты болсын. Я учусь в этой школе первый год, и мне очень понравилось то, что наша школа придумала ставить юрты на улице и праздновать Наурыз.